Мен нөмір 7 мектеп лицейі 7 сынып оқушысы Аманязова Самида. Менің қорғайтын жобамның тақырыбы қолдан жасалған индикаторлар арқылы қышқылды және сілтілікті анықтау. Алдымен біз қызыл қырыққабатты алып, оны ұсақ қылып турап алайық. Және де оны ыдысымызға салып, қайнаған суды 10-15 минутқа қойып күтеміз. Сүзіп алған индикаторымызды арнайы өлшемдік проверка ыдыстарына құйып шығамыз. Дайын болған индикаторымызға лимон қышқылын қосамыз. Лимон қышқылының құрамында мықты органикалық қышқыл бар, сол себепті индикаторымыз қызыл түске боялады. Енді индикаторымызға алма сірке қышқылын қосамыз. Алма сірке суының құрамында орташа 4% сірке қышқылы бар. Келесі индикаторымызға суды құямыз. Бұда түсі өзгерген жоқ, себебі бейтарап ортаға жатады. Суымызды құямыз. Бұның құрамында гидрокарбонат бар, сондықтан да әлсіз сілтілік ортаны көрсетеді. Ас содасы. Бұның құрамында натрий гидрокарбонат бар. Бізде ендігі кір жуғыш ұнтағы. Бұның құрамында әлсіз гидрокарбонат бар. Сондықтан да оның түсі жасыл сары цветіне айналады. Инфекциялық сұйықтық. Бұның құрамында бізде хлоридтік сілтілік бар. Және де түсі қою түсіне айналады. Келесі бізде құбыр тазалағыш сұйықтық. Бұл бізде өте күшті сілтілік ортаны көрсетеді, және де түсі айқын сары түске айналады.